Сәлем достар, біз бүгін сіздермен бүйректің дистопиялары туралы, бүйректің туа пайда болатын аномалиялар туралы, нефроптоз ауруы туралы талқылайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, бұл біздің каналдың әрі қарай дамуына және де көптеген жаңа видеолардың шығуына үлес қосады. Ендеше бастаймыз. Алдымен бүйректің орналасуын біліп алайық. Бүйрек бізде 11-ші кеуде омыртқасының тұсымен екінші бел омыртқасының аралығында орналасатын мүше. Егер бүйрек өз орнында орналаспаса, яғни басқа жерде орналасатын болса, ол бізде бүйректің дистопиясы деп аталады. Бүйректің дистопиясының бірнеше түрлері бар. Орналасуына қарай кеуделік дистопия, белдік дистопия, мықынастылық дистопия, жамбастық дистопия. 5-ші фотода біз бүйректің өзінің қалыпты орналасуын көреміз. Егер екінші фотодағы сурет белдік дистопия болатын болса, біз бұны нефроптоздан қалай ажыратамыз деген сұрақ туындайды. Нефроптоз дегеніміз бүйректің қалыпты орнынан төмен түсуі. Тура мына екінші белдік дистопия сияқты. Екеуінің айырмашылығы неде? Ең алдымен, егер науқаста дистопия болатын болса, науқас горизонтальды бағытта, яғни жатқан қалыпта, және тұрған қалып, яғни вертикальды қалыпта науқастың бүйрегі сол қалпында тұрады. Жатқан кезде де, тұрған кезде де осы орнында тұрады. Ал нефроптоз кезінде науқас горизонтальды бағытта төмен қарай түскен бүйрек жоғарыға қарай көтеріліп өзінің орнына келеді. Ал науқас вертикальды қалыпта тұрған кезінде ол қайтадан төменге қарай түседі. Бұл бірінші айырмашылық. Екінші айырмашылық бұл несеп ағарға байланысты. Дистопия кезінде несеп ағар тура осылай өз қалпында орналасады. Ал нефроптоз кезінде бүйрек жоғары қарай көтеріліп, төменге қарай түсіп, осылай орнын ауыстыруына байланысты нефроптоз кезіндегі несеп ағар кішкене ұзындау және кішкене созылыңқы қалыпта болады. Ал біз несеп ағарлардың және бүйректің орналасуын, яғни қай жерде орналасқанын білу үшін біз УЗИ аппаратына, яғни ультрадыбыстық зерттеу, немесе алтын стандарт болып табылатын экскреторлы урография әдістеріне контрастты зат жіберу арқылы анықтай аламыз. Сіздерге дистопиялар мен нефроптоздың айырмашылығы түсінікті болды деп ойлаймын. Және нефроптоз кезіндегі науқастың айтатын бірден бір шағымы бұл жатқан қалыптан орнынан тұрған кезінде бірден бел тұсында ауырсынудың пайда болуы, немесе шаншып сияқты ауырсыну пайда болады орнынан бірден тұрған кезде. Енді біз бұл шағымды науқас айтып келген кезде нефроптозға күдіктенеміз, бірақ бірден нефроптоз деген диагнозды қоймаймыз, себебі біз оны дәлелдеу үшін экскреторлы урография және ультрадыбыстық зерттеулер жүргізуіміз қажет. Келесі бізде бүйректің туа пайда болатын аномалиялардың ішінде бүйректің пішіндеріне қарай. Бірінші фотода көріп тұрғанымыз S тәрізді бүйрек, екінші фотода L тәрізді бүйрек, үшінші фотода I тәрізді бүйректердің формаларын көріп тұрмыз. Келесі галет тәрізді бүйрек мына жерде. Бұл жаңағыдай L тәрізді және I тәрізді бүйректер. Ал мына жерде таға тәрізді бүйрек. Бұл да туа пайда болған аномалия болып табылады. Келесі, бүйректің қан тамырларының аномалияларына келетін болсақ, білеміз, бүйректе артерия реналис және вена реналис болады. Осы қан тамырларындағы аномалиялардың түрлері өте көп. Фиброваскулярлы стеноз, қосымша артерияның болуы және туа пайда болған артериовенозды фистула. Ең алдымен фиброваскулярлы стенозға тоқталамыз. Мына жерде көріп тұрғанымыздай артерияда стеноз болып жатыр. Бұл кездегі біздің көрсететін негізгі көмегіміз баллонды дилатация жүргізу немесе артерияға стент қою. Бұның емі тек қана хирургиялық ота болып табылады, яғни бұл туа пайда болатын ақаулардың барлығында консервативті лечение эффект бермейді. Сондықтан біз хирургиялық ота жасауға жүгінеміз. Егер баллонды дилатация мен артерияға стент қою эффект болмайтын болса, яғни ангиопластика, стентирование егер неэффективный әсер беретін болса, онда біз артерияға протез қоятын боламыз. Яғни сол арқылы ем көрсетеміз.
Бүйрек қан тамырларының ішіндегі екінші жиі кездесетін аурулардың бірі осы қосымша артерияның болуы. Мына жерде негізгі артерия, ал оның астында қосымша артерияны көріп тұрмыз, Қосымша артерия егер ешқандай шағым, зиян келтірмейтін болса, онда ол қалыпты. Бірақ көбінесе қосымша артериялар несеп ағарды басып қалады. Яғни несептің жүруіне зиян келтіреді. Сондай кезде ғана біз оған хирургиялық ота жасаймыз. Бірақ ота жасау барысында біз артерияны резекция жасай алмаймыз, немесе артерияны полностью удаление жасай алмаймыз. Себебі бұл артерия, мына жерде көріп тұрғанымыз, бүйректің төменгі бөлігін қанмен қамтамасыз етіп тұр. Сондықтан біз мүлдем бұл артерияға тиісуге болмайды. Ондай жағдайда, яғни несеп ағарды басып қалған жағдайда, тек қана анастомоз жасау арқылы ғана көмек көрсете аламыз. Келесі бізде туа пайда болған артерия венозды фистула. Мына жерде фистуланың суреті көрсетіліп тұр. Сіздерге ашық түсіндіре кетейін. Мысалы, қолқадан артерия қаны толықтай шығып, біздің бүкіл органдарымызға, ткандерімізге таралады, дұрыс па? Артериядан қан шығып, ол ең соңғы органдарға барып, артерия капиллярларға өтеді, капиллярлардан барып веналарға ауысатын болады. Бұл қалыпты жағдайда. Ал егер туа пайда болған артерия венозды фистула кезінде артериядан шыққан қан венаға сразу ауысады. Сондықтан бұл артерия венозды фистула деп аталады, және бұл тек хирургиялық ота арқылы ғана ем көрсете аламыз. Келесі, бүйректің аплазиясы және қосымша бүйректердің болуы. Бірінші суретте көріп тұрғанымыз бір жақты бүйректің болмауы, яғни аплазия, жоқ деген сөз. Егер науқаста бір жақты бүйректің жоқ болуы деген диагноз қойылатын болса, ондай науқастарға өмірінің соңына дейін гипотензивті препараттар мен диуретиктерді қабылдайды. Себебі бүйрек, біз білеміз, ренин бөлінеді бүйректен, ол ренин ангиотензин альдостерон жүйесіне қатысу арқылы артериялық қан қысымын реттеп отырады. Сол үшін гипотензивті препараттарды және несеп жүйесінде несептің қалыпты бөлініп тұру үшін диуретиктерді өмірінің соңына дейін пайдаланып отырады. Ал келесі суретте біз үш бүйректі көріп тұрмыз. Мына жерде контрастты зат жіберу арқылы зерттелген. Оң жақта 1-2 бүйрек, ал сол жақта 1 бүйректі көріп тұрмыз. Егер науқаста осындай қосымша бүйрек болатын болса, егер ол ешқандай зиян келтірмейтін болса, оған мүлдем тиісудің қажеті жоқ. Бірақ ол кей жағдайларда науқастарда бір жағымсыздық сезімін тудырып, немесе бір қандай да бір ауырсыну синдромдарын тудыратын кезде, біз ондай кезде хирургиялық отаға жүгінетін болып келеміз. Негізі, бүгінгі тақырып барлығы, яғни қан тамырларының ақаулары болсын, бүйректердің S тәрізді, L тәрізді орналасулары болсын, дистопиялар болсын, бұлардың барлығының емі тек қана хирургиялық ота болып табылады. Себебі бұлар туа пайда болған ақау. Енді не үшін бұлай туылды деген сұрақ туындайтын болса, бұның жауабы әлі күнге дейін нақты анықталмаған. Тек жүктілік кезінде анаға әсер ететін стресстік жағдайлар, ауыр заттарды көтеру секілді, немесе ащы тұзды тағамдарды жиі пайдалану, дәрілік заттарды көп тұтыну, яғни осының барлығы ананың денсаулығына әсер етіп, жүктілік кезіндегі баланың дамуына өз әсерін береді. Әсіресе жүктіліктің кезінде біз 4-5 аптадан бастап 9 аптаға дейін несеп жыныс жүйелері дамитын болады. Осы апталар кезінде денсаулыққа зиян келтіретін заттарды, зиянды әдеттерді пайдаланатын болса, ана ол балаға өз әсерін беруі мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше жүктілік кезінде барынша қолдан келгенше күтініп, салауатты өмір салтын сақтанып, дұрыс тамақтану қажет. Сіздермен болған мен, Гүлбану Ғаниқызы, келесі видеода кездескенше.